сәлеметсіңдер ме балалар? ыбырай алтынсариннің мақта қыз бен мысық ертегісін назарларыңызға ұсынамын. мақта қыз бен мысық ертегісі. Күндердің күнінде мақта қыз үй сыпырып жүріп кішкентай мейіз тауып. Мысығым келші деп мысығын шақырады. Мысық келмей қояды. Келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Бір кезде мысық ұйқысынан оянып, неге мені шақырдың деп мақта қыздан сұрайды. Мақта қыз айтпаймын дейді. Ендеше айтпасаң қатығыңды төгемін деп ыдыста тұрған қатықты төгіп жібереді. Мақта қыз бұның не істедің сен деп мысыққа қатты ашуланып, мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық болса, апа, құйрығымды берші деп жалына бастайды. Мақта қыз ендеше менің қатығымды төлеп бер деп айтады. Мысық не істерін білмей ойланып кетеді. Бір кезде мысық сиырға жолығады. Сиыр маған қатық берші дейді. Сиыр менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеп берші дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш болса, мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеп бер деп айтады. Мысық келе жатса, алдынан сұлу қыздар шығады. Қыздар, маған су беріңдерші деп сұрайды. Қыздар күлімсіреп, бізге сағыз әкеп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық келе жатып дүкеншіге жолығады. Дүкенші, маған сағыз берші деп сұрайды. Дүкенші болса, маған жұмыртқа әкеп берсең, саған сағыз беремін дейді. Жолда келе жатып тауыққа жолығады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Бізге дән әкеліп берсең, саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық осы кезде қатты ойланып кетіп, не істерін білмей келе жатса, алдынан тышқан жолығады. Жаныңның барында айт, үйіңде нең бар деп тышқанды бас салады. Тышқан қорыққаны шиқ етіп шиқылдап, үйімде бір уыс тарым бар деп жыламсырайды. Ендеше сол тарыңды маған әкеп бер дейді. Мысыққа тышқан үйіндегі бір уыс тарысын әкеп береді. Мысық болса тарыны алып тауықтарға барады. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағыз алып сұлу қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды алып ағашқа береді. Ағаш оған көп жапырақ береді. Жапырақтарды алып сиырға барады. Сиыр оған қатық береді. Қатықты алып мақта қызға береді. Мақта қыз болса, мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осылайша мақта қыз бен мысық бірін-бірі ренжітпейтін, әрдайым бірге болатын дос болыпты. Олар ылғи да бір-бірін ренжітпей тілін табуға үйреніпті.